Мен Жетісу гуманитарлық техникалық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы және 103-ші аталмыш мамандықта білім алып жатқан топтың кураторы Данияр қызы Әсем боламын. Еңбек тәжірибемнің біраз бөлігінде балабақша меңгерушісі қызметін атқардым. Мектепке дейінгі тәрбиенің қыр-сырын меңгеріп келдім десем артық болмас. Жинаған тәжірибемді арқалап, болашақ тәрбиешілерді тәрбиелеу мақсатында колледж оқытушысы қызметіне келдім. Мен үшін педагог болу тек білім беру емес, ол қоғамға қызмет ету. Мен және қоғам ұғымы менің кәсіби өмірімде бір-бірінен ажырамас құндылықтар. Себебі педагог қоғамның рухани тірегі. Қазіргі қоғам тез өзгеріп жатыр. Ол ақпаратқа толы, қарқынды, бірақ кейде жылулыққа, қайырымдылыққа, адамгершілікке мұқтаж. Осындай ортада ұстаздың рөлі ерекше. Педагог болу тек білім беру емес, ол әрбір баланың жан дүниесіне мейіріммен қарау, оны түсіну және қолдау көрсету. Қайырымдылық, мейірімділік жақын адамыңа бір ауыз жылы сөзден, күлімдеп қараудан, керек кезінде қол ұшын созудан, қолдау көрсетуден басталатын әрқашан насихаттау және үлгі ету менің миссиям. Мен студенттерімді қоғамға белсенді, қайырымды тұлға болуға тәрбиелеймін. Студенттермен бірге біз колледж аясында ұйымдастырылған килограммен өлшенетін бақыт, адалдық дүкені атты қайырымдық акцияларына қатыстық. Әртүрлі бағыттағы волонтерлік жобаларға қатысамыз. Мұқтаж отбасыларға, балалар мен қарттарға бағытталған қайырымдылық акцияларын ұйымдастырамыз. Экологиялық және әлеуметтік бастамаларды қолдаймыз. Менің педагогикалық идеалым қоғамға бей-жай қарамайтын, әр баланың жүрегіне жол таба алатын тәрбиеші тұлғасын қалыптастыру. Сондықтан мақсатым студенттерге тек кәсіби білім беріп қана қоймай, оларды әлеуметтік белсенді, қайырымдылыққа дайын маман етіп тәрбиелеу. Мен үшін мен және қоғам бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар. Себебі мен дайындаған әрбір маман қоғамға қосылған үлес.